Дүкенбай Досжан ергежейлі. Оны көз көрген үлкендер араб сөзінің нәшімен яғмус деп атайтын, ал ауылдың тілмен жағына сүйенген қылжақпас жастары жағымсыз дейтін. Өзім ес білгелі, осы бір күстана момын, Жанғос есімді қиналмай көтеріп, шаң көшеде сұр есегін томпылдатып, почта тасумен келеді. Мен көргелі жұдырықтай шақылдағы шағын көсе еді. Әлі сол, мұқым өзгермеген. Әкем ергежейліні ылғи есіркеп-мүсіркеп, шұпақты сөзін аямай, кісімістіп, қоқайтып жүретін. Еркелетіп кішкентай дейтін. Содан ба, бізге бауыр басып кеткен, көрген жерде үйіріліп тұрады. Қолы босай қалса, белінің құяңы ұстай беретін шешеме қолғабыс етеді. Аула сыпырады, уақ малды айырсады, самаурынға ағаш жарады. Тынымы жоқ. Кейде көз алдыма домалап жүрген қарадоп елестейді. Қаңғалақтап, бірде ас үйден, бірде ауыз үйден шығады. Әмбе көңілді, әмбе сергек сол яғымыз. Бірде мектептен қайтып келе жатқам, қарсы ұшырасты. Кермалдасқан бейпіл ауыз балаларға лесіп, аңдаусызда жағымсыз деп қалыппын. Ренжіді білем. Кірпияздан кетті. Үйге айтып барыпты. Сол күні мінезі морт әкем қатты кейді. Кісіде кішкентайдың тілі ашшы, жәндікте бүйінім у ашшы. Тақуаны мазақтап, не жыным бар? Тілі тиіп кетіп жүрсе қайтесін? Бір ауықта сабысына түсіп, ойлансын деді ме, яғымыстың тарихын әңгімеледі. Серіктік артель ұйымдасып жатқан 28 жыл екен. Қатықсыз қара талаға тамақ қидырып, шалбардың жыртығын қолмен басып жүрген кезде. Кеспірі жаман, жалғыз аяқ жоқшылық. Жоғар жақтан, ұмытпасам, Бұхардан Пақыреддин деген құлама келген. Қасында үйелмелі қос кішкентайы бар. Заман дүбірінен үрікті ме, әлде сапырылысып жатқан сол зудар толқыны пақырды жаңғақша қақпақылдап әкетті ме, кім білген. Қаңғымалап жүріп, үшкіл қаратау ішінен шығыпты ғой. Жағына пышақ жанығандай жүдеу. Соғыстан кейінгі құмырадай сәлдесі, о күнде зерендей қанатын. Медресе тәмамдаған көзі ашық кісі көрінді. Келе көрпелес қазақ ауылды жатсынған жоқ. Аз күнде ақ бауыр басып, жақындасып кетті. Жұрт жер жыртса, ол өгіздің басын ұстады. Ора құрса, шалғысын шыңғады. Бас ауырып, балтыры сыздағанда шүкіреді, түшкіреді. Ешкім оның бетін қаққан жоқ. Төрінен көсілтіп орын беріп, ас алдында аузына қарады. Жамбасы жерге тигеннің жаназасын шығарды. Ағайынның аласына пәтуасын айтты. Сәбидің шашындай селдірелдің молдеке сатанды. Айналайын, ағайын арасы, алтын бесік қой. Жұрт асарға жиналып жіберіп, 4 бөлмелі жұмыртқадай үй тұрғызып берді. Біреуі отынын, біреуі соғымын, келесісі астығын апарды. Өз алдына от түтеткен отауға айналды. Молдекеңнің сәлдесі дабырайды. Сондағы көрген жұрттың таң қалғаны екі нәрсе еді. Бірі, жұрт жыртығына жамау таппай жүргенде, Молдекеңнің ақ жібектен жадағай шапан жамылатыны. Екіншісі, қасындағы бұлдырлаған қос кішкентай еді. Ол күнде жалғыз басты еркектің бала ертіп жүруі ерсетін. Әлгі бейшараларда Молдекеңнің перзентіне жорып далиғанымыз бекершілік екен. Кейінше аңдасақ, жанындағы қос тайтық бала емес, кәдуілгі орта жасқа келген ерлі зайыпты ергежейлі болып шықты. Молдекеңді қайда шақырса, оларда құлдырап сонда барады. Бірі перинің дәрет суын жылытса, келесісі жай намазын әзірлейді. Алла тағала құлағына сыбырлап тұрған секілді. Молдекеңе бас ұстатсаң, қос құлағы солардың сыбағасы. Есімде қалғаны, ораза тұсында осы дәндәку күміспектің әкесі Нұрбала Молдекеңе сауал қойды. Қоярда қоймай отырып, пәкене жандардың мәнісін сұрады. Молдекең бейхал сөзге бармады. Бұл байғұстардың арғы тарихын білмеймін дейді. Кешегі жылан жылы Бұхар көшесінде аштан өлгелі жатқан жерінен тауып алғам. Үйге әкеліп ас бердім, әл жеғыздым, ем жасадым. Бибімнің тірі уағы жуып шайып жүріп, кісі қалпына келтірді. Жарылқаушымыз осы ғой деп ойлады ма, әлде Тәңірі ниетін аударды ма? Соңынан екі елі қалмайтын көлеңкеме айналды. Перзентімдей боп кетті, бар сыры осы депті. Мейлі де, бұл дүние сиыр бүйгеріндей қырық бұлтық емес пе? Ауыл қазағы қай бұлтығын біліп біз. Көп ұзамай ергежейлі келіншек екі қабат болды. Үйінен шықпай қалғанын білдік. Молдекең жарықтық марқайып қуанып жүрді. Ергежейлі жігіт иесіне сымәрлесті. Ұлы отан соғысының басталған жылы ғой деймін. Тоғыс айтып, егіс орағы біткен кезде ергежейлі келіншек аман-есен босанды. Саршынақтай ұл туған. Молдекең марқайма мінезге ие. Тоқты сойып қалжа жасады. Жетімге 7 теңге үлестірді. Жігіттерге көкпар берем ғой деп талпынып еді. Осы дәндәку күміспек. Ергежейліге көкпар шапқан ауыл атанамыз деп рұқсат етпеді. Жер сабалап отырып алды. Қойшы, сонымен, Молдекең күні-түні кітап ақтарсын, жас нәрестеге ат іздесін енді. Ақыры, пайғамбардың қасына ерген ер жүрек сахабасы,
Соның есімі деп ат қойды. Сөйтіп, Яғмұс болды. Шалдарды жиып батасын алды. Бірде ауылда үлкен ас болған. Қазіргі Дәндәку Күміспектің әкесінің асы. Күміспек алдында ғана ферма меңгерушілігінен босап, поштаның бастығы болған. Молдекең өлір аруаққа қона жатып, құран шығарған. Ергежейлі жігіті жанында еді. Жақпас ас ішті ме, әлде ғайыптан дерт жабысты ма, таң әлетінде аласырып ауырғаны. Әуелі құлындаған даусы құраққа шығып шыңғырсын, сосын көгеріп сазарып, ықылық атсын. Көп қиналып дем өзілді. Асқа жиналған жұрт жүдеп қалды. Қайтсын, кішкентай болса да кісі санаты ғой, үйренісіп кетіп едік. Күлуге жақсы болатын, көңіл жықпайтын, әмбе әзілді көтеретін. Көп ұзамай құсадан ергежейлі келіншекте көз жұмды. Соңында жұдырықтай Яғмұс қалды. Адам болмас деп ойлағанбыз, күдер үзгенбіз. Ертеден қара кешке жақ жаппай шырылдайтын. Молдекең шапанының етегіне салып тербетіп отыратын, ынылдайтын, күмренетін, зікір сабуататын. Бие сүтін беретін. Көретін жарығы бар екен, өлмеді, өлерменді. Аяғына мінгесін-ақ нағыз сайтанға айналды. Көше иттерінің соры болды. Қолында тобылғы сақпаны. Сартылдатып көрінген мақылықты қуатын. Көрінген тайларды бас білгететін. Бүгінде кімнен кем, ауылдың сұқ саусақтай азаматы, пошта кеші. Молдекең марқұмның тірі көлеңкесі, жоқтың көзі. Молдекең көз жұмарында мені шақыртқан. Етегіме сүрініп үйіне жеттім. Жарықтық жанар жанып, бой жасап жатыр екен. Досеке деді. Сері мінез адам едің, аманатым бар деді. Яғмұсты қанатың ал деді. Үлкендер қорлық жасамасын, жылап қап жүрмесін деді. Сол үні қазіргідей құлағымда. Яғмұсты енді түсінгендей болдым. Ауылдың терістік пұшпағында Молдекеңнен мирасқа қалған үлкен үйі бар. 4 бөлмеледі. Екеуін Нұрбаланың Күміспегі зәпперме кезінде тарту алған. Тары құятын қойма жасатты. Яғмұсқа қос бөлмес дейді. Онысы ауызғы және төргіге бөлінетін. Ауызғыда отыны, астығы, жем шөбі, көне дүниелер жататын. Төргіде баланың темір кереуеті, қаңылтыр пеш. Қашан барсаңда сол пеште от күлеп жанып тұратын. Үстінде ақ шайнегі сақырлап қайнайды. Өзі бұрынғының байбатшасы секілденіп. Аяғын темір төсекке асып жіберіп, әлде бір көне сарында ынылдап айтып жатады. Кеудесінде қол басындай жиде домбыра, қолдан шапқан. Тартпайды, тыңқылдатып шертеді. Ондық шанның жарығындай сығырайған жылусыз, көп көзден оңаша, құпия тіршілік кешетін. Сол күйін көремінде қайран қалам. Домалақ жерде адам менмендігінен, өзімшілдігінен өткен күш жоқ қой деп ойлаймын. Ең арғысы, қатты жел тұрса да, домалап кетем деп қорқатын, тысқа шықпайтын, қылашқа толмас бойы бар осы жан да бұл дәуренін ештемеге айырбастамасау. Өзгеше болуын тілеместе, ешкім оның. Маған мынау қиянат болды. Не, пәлен затқа зәру едім деген пендешілік қыңқылын естіген емес. Алдында ғана мектептен қайтып, сілелеп тұрайып жатқам. Ауызғы үйдің есігі тықырлады. Көршінің тіміскі мысығы болар деп ойладым. Сабалақ-сабалақ боп, сұмдыға қарақ. Түтін аңдыған ес секілді. Тұрып сығанақ немені қуып жіберуге еріндім. Есік ашылды. Табалдырықтан тұмсығы қайып березент бәтеңке. Сосын қара сөмке енді. Сосын домаланып Яғмұс көрінді. Шаңнан көзі ғана жылтырайды. Басынан сабан шляпасын алып еді. Төбесінен бу көтерілді. Жаз күнінде бастан бу шыққанын көргенім осы. Бәтеңкесін тасыр-тұсыр шешті де жаныма жетіп келді. Інісінен айналдым. Өзіне журнал әкелдім. Газетің мінекей, хатың мінекей. Жайшама, орталыққа әртістер келді. Екеумізге билет алдым. Қызық деседі. Өткен жолы концертте отырып, иықтап қалғаным есіме түсті. Бармаймын. Яғмұс жылан басқандай ыршып түсті. Өткен жолғы облыстың дыңғырлап емес, Мәскеуден. Кино болса бір сәрі, артист дегенім өзінен артық емес. Санын шапатта билейді, сарнап тақпақ айтады, көзін қысып, анекдот соғады. Есі қызық. Осы мезет Яғмұстың жүзі құмығып кетті. Онсы да алақандай үшкіл беті бүрсіп-тырсып кішірейе түсті. Кеспірі қалмай қолымнан ұстады. Жанарынан айтып болмастай жалыныш, үрей, шарасыздық көрдім. Аяп кеттім. Өткен жолғыға ренжіп жүрсің бе әлі? Мейлі, жағымсыз десең дей бер. Концертке барып қайтайықшы. Яғмұс кешкі серуенге ылғи мені алып шығатын. Әсіресе түнемесіне жалғыз жүруге қорқады. Арақ ішіп екі иығын жұлып жеп жүрген дәңгасар жігіттерден қаймығады. Соларды мазағынан қорынады. Келістім. Кештетіп велосипедпен қиқалақтап орталыққа жеттік. Яғмұс артыма жарбиып мінгесіп алған. Екара жаяу жүріске алыс. Итырақтап есек міну ерсі. Содан қиқалақпен қиқалақтайтынбыз. Клуб алды құжынаған жұрт. Әшейінде сайтанның ойыны деп кино көрмейтін кәриялар таяғын артына ұстап стыр-стыр басады. Кимешегі ағараңдап кемпірлер жүр.
Бірін-бірі өңкеңдеп қуысқан кластас балалар шырасты. Күллісінің аузында ергежейлі, яғымысты мазақтап жүрме деп қаупайлаймын. Қиқалақты клубтың қорасына апарып қойдық. Кіреберісте саусағына қыстырған темексі бар күміс тісті күміспек ұшырасты. Ергежейлінің ойынына жағымсыз да келіпті. Нағарсымен танысып қайтпақшы. Ей, ішінде бөденедей ғана келіншегі бар екен. Құда түсіп алып қал. Қарлығыңқы даусы елді көшіріп барады. Ей, пәтуасыз, ауылды көшірмей қойсам шенді, деп бір қария тыйып тастады. Өйтпегенде әліптің аяғы қызыл шеке төбелеске айналар еді. Поштаның бастығы болса қайтейін, күміс тісті күміспектің, өзімнің мұрным жалпияр еді. Ойын Аллау әкбар болар еді. Топырласып ішке енді. Яғымыз билетті ең алдын алыпты. Жар көшті. Шымылдық сырлып ашыла берді. Тұла бойым ду ете түсті. Күміспектің айтқаны шын екен. Терең төрден әсем киінген, қара көбелектей бантигі бар, жыдырықтай жігіт шыға келгені. Қимыл қалпы, сөйлесі тура Яғымыз. Тәкаппар, маңғаз, үні сыңғырлап тұр. Яғымыздың жіңішке, шымылтыр даусын ерсіз санайтынбыз. Сөйтсек оның да өзінше нәші, өзінше сәні бар екен. Кең даланы басымызға көтеріп, барқырағанға үйренгемізде. Кішкентай кісінің шынылтырыннен де оңаза бояу сезілетін секілді. Яғымызды да жынттай етіп киіндіріп, алақанға салып құрметтеп, сахнаға шығарсақ қой. Дәл осылай суырылар меді, жұртты аузына қаратар меді деп ойлаймын. Оң бүйірімде, топыраққа аунаған шіби қораз ұқсап, балаға арнап тігілген олпы-солпы костюмнен мойны ғана қылқиып, сабан шляпасының ернеуі қабысып отырған сергіме қараймын. Қараймын да көңілім құлазды. Көзіме күзде, үйірінен адасып қалған, қауырсыны ипаланған, әр көлшікке қаңқылдап қойып, зарлап ұшқан шүрегейді елестетем. Өз үйірінсіз, өз теңісіз күні қараң. Яғымыста ортасынан айрылған, өзін білмейтін, түсінбейтін, менсінбейтін үлкендер арасында қаңғыр жүрген жетім екен ғой, жарты дән екен ғой. Тамағыма қатты бір нәрсе кептеліп қолғандай жытын алсамшы. Жұрт дуылдасын кеп. Сахна төріне стола келді. Үстін масатымен жапты. Арғы жағынан аршыған жұмыртқадай аппақ келіншек шықты. Жібек орамалдай желтіреліп еді, белі қылдырықтай. Келіншек стол үстінде бұратыла билесін, секіріп-серпіліп, көркем гимнастика жасасын. Сүйегі жоқ па дерсін. Қарасам, Яғымыстың жүзіне қан теуіп, жанары шоқтай жайнап кетіпті. Әлсін, әлі жытынады. Кенет арт жақта отырған күміспек шыдамады білем. Мынау адам емес, резеңке ғой деп қойып қалды. Яғымыз сіріңкедей шырт ете түсті. Айменкінің секілді жас қыз емес пе? Сенбеймін, тілім тасқа, сенбеймін. Бұл қазақ неге сенсін? Резеңке болмаса да, нақа осын ғой, әншейін шүберек. Қараңғылықты қойсаншы бұл. Ей, жағымсыз, жерден шыққан жік секілденіп, қыстырылмай жайыңа отыр. Ташкент бар көз бояуша, дарша, майрампаз дегеніңнің күллісін көргем. Қараңғы дейді ғой. Яғымыз күміс тіспен ұғыс алмайтын боды. Қызыл көз пәледен үндемей құтылды. Шырық бұзылды. Әлгідегі көрікті көңіл құйын тигенде ұйтқыды. Шоқтай жайнаған жанары солғында. Қарашығы күл басқан көмірдей кішірейіп, орта суақ кетті. Мойны қылқия түскендей, әлденеге қапа болса, өстетін әдеті. Көңілсіз қалпы көпке созылмады. Қайта серпілді. Ұясынан енді талпынып, ұшуға қам қуған, қарғаның балапан тәрізді құнжымдай қол соғады. Шымылдыр жабылғанда арқым-жарқын арсалаңдап, артына жалтақтап, жұрттың ең соңынан шықты. Пиқалақты орта қалып, жаяу жүрдік. Ай сүттей жарық, ауыл ұйқыда. Қайда асығамыз? Әңгімелесейік дейді ол. Мен ергежейлі келіншектің сұлулығын айтамын. Гүл секілді соншама нәзік дейді ол. Өріктің гүліндей үлпілдеп тұрау шіркін. Иісін сездің бе дейді ол. Түнгі ауаның әтірме деп қалып ем. Келіншектің иісі сол. Иіс демекші, жас күнімде есілдертім қауын салған бақша болатын. Диқан әкем, қауынның пәлегін мұжисың деп ішін аралатпайтын. Шінде шыға әңгілекті аңсаймын. Әрине, жыпырлап жатқан көк түйнектің арасынан уылжып піскен әңгілекті айыру қиын. Әдетте ол жасырынып жатады. Амалын табанын. Желі бетсе болды, бақшаның ық жағын торимын. Ауаны құныға иіскеймін. Сонда танауыма жып-жұмсақ, жұпар иіс жетуші еді. Төрт тағандап, еңбектеп, бүкендеп, иіскей піскен әңгілектің дәл үстінен түсетінмін. Жұдырықтай қауынды құныға үзем. Сілекейім сорғалап соғам сосын. Уылжып піскен әңгілек әлгі келіншекке соншама ұқсайды екен. Ергежейлі келіншектен әңгілектің иісін сездім. Сол оқиғадан кейін Яғымыз танымастай өзгерді. Бұрынғы шолжаң, шодыр мінезден пышақ кесті тыйылды. Ауыл балалармен шақылдасып тәжікелеспейді. Күміс тіспенде ұрысуды қойды. Қолды аяққа тұрмай, домаланып жүрген шымыр, шатақ жанның орнында көзінің асты көгіс тартқан. Пәруана тақуа ғана қалды. Бұрын домаланған доп болса, енді кеш түйнектеп, қожданып, піспей қалған ит түйнекке ұқсайды. Кісінің ит түйнегі.
Бір тоға түсініксіз халге түсті. Келе-келе үйінде үңірейіп жатып алар. Сөйтерде ақ ұрып күрсінер. Жиде домбыраны тыңғылдатар. Бейшара ауырып жүр білем деп, әкем күдіктене бастады. Ауыл арасына сіңіп кеткен қалалық фельдшер бар еді. Көпшілік оны фельдшер ақсақал деп атайтын. Қой өсіріп, еденіне текемет төсеп, қазақланып кеткен. Ылғи шашын қырғызып, қауын секілді сопақша басына тақия киіп жүретін. Тақиясы зерлі, қолдікі. Ақсақалға әкем барып айтса керек. Кешкілік Яғмұсты көруге келді. Қолында дәріс алатын кобдишасы, зонтигі бар. Қысы жазы қалдырлатып, балони плаш киеді. Яғмұстың басында журнал қарап отырғам. Хал қалай? Көрген кісіге сәлемнен соң айтары осы. Қаудырлатып плашын шешті. Зерлі тақиясын алып, тізесінің басына кигізді. Орамал сұрады. Сонымен асықпай басын, желкесін, алқымын сүртті. Тіпті шаңқытқан құлағының оңғыл-соңғылына дейін уқалап-шұқлап шықты. Сосын маған босағадағы төңкерулі тұрған самаурынды нұсқады. Онысы, су құйып от сал, күжілдеп тұратын болсын дегені. Тым шайқор. Самаурынның күжілін естіп отырмасам, ассың бейт дейтін сөз осы ақсақалдікі. Мен тұрасап самаурынға жармастым. Такой джигит көкпар тякатна да, деп отырып, Яғмұстың таңдайына үмілді. Көзінің үстін шертті. Фельдшер ақсақал күллі ауруды, ұшынған, не шошынған деп екі топқа бөлетін. Сол бойынша ем жасайтын. Яғмұсты ұзақ қарап, ұшынған деп тапты. Ағы мен көгі аралас уыстай таблетка берді. Балақай, маржанады, деп кеңкілдеді. Сұлпылдап отырып, самаурын суды жалғыз тауысты. Бірте-бірте Яғмұс көкпар тартпақ түбілі қалқиып, есекке отырып пошта тасудан қалды. Дімкасы үдей түсті. Жан ауруы еді бұл. Осы құлаперен көңілді заманда, дүрия даланың кең төсінде, неге ғана тарылып, тарығып, жүдеп жүргеніне өзде таңданатын. Неге ғана көңілі құлазды, табанын неге жер тартады. Жұртпен тең иық боп тілдесе алмайды. Ылғи төменшік, ылғи итырақы. Өзгелер құсап, бұл да қарабасының қамы жолында, ұмтылар еді, тыртсар еді. Сөйтіп бір шаңырақта қиналмай асырар еді. Түтіні түгөрлеп шығар еді. Ілгері басқан аяғы кері кетіп, ыңыршаға айналып, бұралқыдай бұратылып тірлік кешуіне не себеп, не гәп, осыған түсінбейді ал. Мейлі, өзге тұқым, бөтен дәм болсын. Онда ана шашын қырғызып, тақия киіп жүретін фельдшер ақсақал ше, ол да осы ауылға бөтен емес пе? Адал дос болса да, өзге жақтың қазақ емес пе? Төсебінен тұрасап тырбандайды, киінеді, жуынады, көлігін ерттейді, қоржынын салады. Орталық қайдасын деп алшап, албоздады. Күн көтерлі совхоз орталығындағы поштаға жетер. Күміс тісті Күмісбек оқып отырған кітабының арасынан қандала көргендей. Кір жерде басын шайқар, сағатына қарар, тісін көрсетер. Жолдас Пақырдинов жағымсыз, дер. Жағымсыз дегенді нығыздап тұрып айтар. Сағат бақандай 10 дұрыпты. Мына газет журнал, хат-хабар жұрт қолына қашан тиеді, дер. Қибағына бұл түйірлер. Иек астындағы қос үйеңкіні қоялық. Шілдің тезегіндей сай-сайға тозып кеткен қойшыларға қашан жетпексін? Яғмұста құдай сүйер қайғылық бар. Мүләйім суды білмейді. Сенің осы қағаздарынсыз қараң қалыпты. Бүгін оқымаса ертең оқыр. Құдайдың күні таусылмаса, газет журнал таусылмас. Күміспекке тоқтан болар ақыл жоқ. Міне, біз бұл түрімізбен қайтып оңаламыз. Сенің қарсы сүйем қадамыңмен қыбырлап жүргенде заман өзгерер. Дарияның суы суалар, қаратау мүжіліп құрыр. Сенің қазмырлығың құрмас тегі. Сен көгертпейсің, бәрін тып-типыл етесің. Ақыр заманда жер бетіне өніп шыққан жіксін, жүгісін. Ей, тіліңді тарта сөйле. Алатының мына қайыршының қоржыны ма? Ал ендеше. Тегін сиырдың тезек емес. Аты бұрат. Хат дегенің күзгі жапырақша жауат. Пошта кеңсесінен өрт шыққандай болады. Өтіп бара жатқан кәрия бұрылады. Мән жайды аңыстайды. Яғмұспен мұқым бітіспеймісің сен? Қирап өртеніп бара жатқан не жұмыс сенікі? Күміс тісіңді ақсытып тамбаққанша ақтер, көктер боп қой, қырқып жатқан қырықтықшыларға көмектеспеймісің? Кәрия жекіп-жекіп жөніне кетер. Нұрбаланың Күміспегі кермалдасуын қояды. Оны тоқтатқан әлгі кәрияның сөз емес. Өзінің сасық қулығы. Яғмұс мұның қанша жесе де таусылмайтын май шелпегі қой. Күміспегін құм санаған есеп қой. Яғмұсқа айлық жалақысын берерде өнер танытады. Жоқ пәлені табады. Пәленбай доплотной хатты тегін таратып жібергенсін, дер. Өғына асым жүретін сөмке әпердім, дер. Шетен қалпағыңды жу, дер. Қойшы әйтеуір, жалақысының жартысын алып қалмайтын байды. Ылғи сөйтеді. Яғмұс шақылдасқаны болмаса, кісінің көңілін жықпайды. Ий жұмсақ, арқауы бос. Жолдастыққа жақсы. Егер бұл пошта кештікті тастар болса, орнына сөз жоқ, кепкасы қиқайған тікаяр жастың келгені. Тикаяғың ауыз бастырық бермек түгілі.
Дүниеңді қосып жиып па едің деп тілегін тәргетер. Бетінен алып арыз жазар. Парахор деп күлін суырар. Осыны сезет те жым болып басылады. Бәтірау, жылдам жүр дегенге таларың тарс кетеді. Өкіметтің мүддесі ғой, халықтың тапсырмасы, деп жімішкереді. Қызметкерін арқадан қағып аттандырып салады. Яғмұс мол жортыспен қос үйеңкке қайра жетер. Шаңқай түс. Күн секеде шақшияды. Дөң басында фельдшер ақсақал мөлиіп әлі отыр. Жай емес, ауру күтіп отыр. Жүре қалыңыз деп сабылып жететін ешкім көрінбейді. Жұрт жұмыста. Кемпір шал тымау-сымауды елемейді. Әні шақырады. Міне шақырадымен отырғанда қарны ашады. Жүрегі сазады. Облыс орталығында өскен, сол қалада 40-шы жылдары дәрігерлік училище бітірген бұл кісінің елден ерек қасиеті барды. Ол қасиеті мұржадан шыққан түтініне қарап, сол үйде қандай тағам пісіп жатқанын айнытпай білетіндігі. Мәселен дейік, түтін әуелі сұйқылтым сызылып тұрып, бір ауқымда бұрқ-бұрқ етіп, будақтар болса, етке қамыр салынып жатқаны. Ал әлгі сұйқылтым түтін сол бетінше сұйыла берсе, ол үйдің қазанында бұрқылдаған бұламық қана. Мұржа үздік-создық ақшыл-көкшіл түтін лоқсыса, қазанында еттен төмен шайдан ілгері, палау ма, жұқпа ма, тұшпара ма, соның бірі болғаны. Аңқылдаған адал кісіні елдің бәрі жақсы көретін. Содан ол акушерство журналын қойнына сүңгітіп, орнынан лып көтерілді. Ілулі тұрған сөмкесін, қол шатырын алды. Керістікке қарай томпаңдай жөнелді. Дәп сол, веттехниктің үйі. Кеше кешкісін келіншегі кеп, кіндік атасау, нәрестенің жауырыны жабысып, түнемесіне шырылдап шығат деп шақырып кеткен. Жабысса жабыса түссін. Кіндік атасын құр қол жіберуді білет. Жөн жобаны, жоралғыны білмейді, деп ішінен киіп қитығып отырған. Енді міне, көкала түтіні қол бұғап шақырды емес пе? Жас қулықтың қазысына сылқияр тегі. Жетер де қаудырлағым шешер. Қазандық жанына малдас құрып отырар. Керін, жауырыны жабысқан баранчукты әпкелдер. Кәнігі қасапшыдай борбайынан көтеріп қарар. Танауына ақтамақ, астың қазы қосқан құйқалы көмірсөйі келіп тұрса, көңілден кететін әдеті. Бұл сөйтеді. Осы тәтті қиялмен топырақ жолды көрпілдетіп келе жатқанда, орталықтан оралған Яғмұс қарсы ұшырасады. Яғмұстың самайын кіреукелеп шан тұтып кеткен. Яғмұс балақай, қалай, тәуір болдың ба? Яғмұс қос қолын бірдей ұсынады. Берген дәріні ішіп түгес, жылқының жас сорпасын іш. Ұйқым нашар, басым зырқылдайды. Түнемесіне белім көтерпей қалады. Ақсақал әлдене есіне түскендей кілт қайырлады. Ей балақай, саған үйлену керектер. Яғмұс мәңгүрт күйге түсіп кете береді. Өзімен фельдшер ақсақалды ойша салыстырады. Ол неге уайым қайғысыз, деп ойлайды. Мені тас төбемнен ұрып, тоқыртып бара жатқан не пәле, деп мөжиді. Бейхал тақсіретке келгеді. Тірі жанның ба тегі, өстіп өлімсіреп жүріп, тырайып түссем ғой, жоқтап көзіне жас алар жан бар ма? Фельдшер ақсақал. Балақай қатты ұшынып содан оң ала алмады, дер. Тағы бірға шара бар ма, дер. Күміс тісті күмісбек, жер астынан шыққан жық қысап, жынымды келтіруші еді. Тырапай асқаны тәуір болды, дер. Далабайдың әкесі. Молдекеңнің аманатын орындай алмадым. Яғмыстың қадірін білмей қор қылдық, жылаттық, жәбірледік. Енді міне айрылдық, дер. Далабай ше, жан дүниесімен қопарла жылайтын анық. Дүниедегі жалғыз досы ғой ол. Өмірге қуаныш қандай қажет болса, мұң мен реніште соншама керек-ау деймін. Тіршілік мұқым марқайма көңілге, қуанышқа кенелсе, адамдар масығады, мұңаюды ұмытады. Күлкінің қадірі кетеді. Әрәдік өмірдің мұңын, ренішін татсаң, соларды жүрегіңмен оғынсаң, өзіңе бұйырған қуаныш күлкіңде дәмдірек, баяндырақ болар-ау. Өміріңе мән мағына қосылар-ау. Өз ойымша, Яғмұс осы ауылдың әдемі мұңы еді. Яғмұсты көріп, кәдімгі кісілер арасындағы мүбәрәк мұңды, айтылмас сағынышты сезінер едім. Адамдар ғана бір-бірінің көңіліне тимесе, сәл ғана көңілдіре кетсе, сәл ғана көңіліне қараса, бұл өмір қаншама тәттіленер еді. Бұл өмір жұмаққа айналар еді. Фельдшер ақсақалдың сөзіне алғаш рет мән берген әкем болды. Жаманның сандырақтағаны келет деген. Фельдшер ақсақалдікі жөн шығар. Яғмұсты үйлендірсек қайтеді? Оған кім тимекші? Деп шешем шынымен шошыды. Оған кім тимекші деген сөздің астарын әкем де, мен де түсіндім. Әкемнің ойға алған нәрсесінің үдесіне шықпайтын байтын әдеті. Тыртысып отырып алады. Күнірайған жағына жығылып тынады. Молдекеңнің аманаты мойнымда. Жаны жалғызсырап, сүйегі сырқырап жүрген шығар. Үйлендірейік, қалыңдық іздейік. Іздеп жүріп ақыры тапты. Тапқаны күйеуі көкпардан мерт болып, үйіне қайтып кеп отырдан түйекештің қызы болды. Қолында нәрестесі бар. Ештеме етпейді. Екі жарты бір бүтін болып адам қатарына қосылады дейді әкем. Қайдам дейді шешем. Есігінің алдына шығып, өткен кеткенмен сыңқылдап сәлемдесіп тұратын қызыл келіншекті елестетем. Оны жұрт домалақ қыз дейтін. Қазір домалақ келіншек болған.
Түртіп жіберсең денесінде саусағының табығалар тырсыған семізше жан еді. Бойы пәкене. Күліге шақ. Бейне аузы мұрнын шығара күлкі құйып қойған құмыра тәрізді. Жүрсе де, тұрса да сылдырап күле береді. Шешемнің айтуынша кореялар күйеуінің қазасын естіргенде де күліп жібере жаздапты. Артыншақ ернін тістеп еңірептай. Бәтшағар, яғымыстың кішкене үйін күлкіге толтырсын дейді әкем. Өз ойына өзі риза болып. Сосын домалақ келіншектің үйіне сан мәрте сабылып жүріп әкесін көндірген. Қасқа сиырды қалың малына өткізді. Түйекешке шапан кигізді. Домалақ келіншек кет әремес көрінеді. Жаз өтіп қауын қазан боларда яғымыз үйленді. Өшіп бара жатқан қоламта қайта тұтанды. Қисық мұржасы қара қошқыл түтін саңғыды. Жер иістеніп кеткен көрпе жастығы күнге жайылды. Терезеге қызыл перде тұтылды. Шағын үйден ертеңді кеш сыңғырлаған күлкі естілетін. Фельдшер ақсақал яғымыстың үйіне шақырусыз барыпты. Күміс тісті күміспек тойдың сарқыты деп қона жатып ішіпті. Көрегөзге яғымыста түрленіп құлпырып кетті. Бұрын өлеусірей ілбейтін көлігі енді көше шанын бұрқылдата жортатынды шығарды. Әсіресе әкем мәз. Бір ошақтың отын сөндірмедім дейді. Мектептен қайтқан бетім еді. Домалақ келіншектің күлкісін ести кеткім келді. Яғымыстың үйіне бұрылдым. Тақап келгенде іштен жаман шаңқыл шықты. Есік тұтқасынан ұстаған күйі қалт кідірдім. Домалақ келіншектің үні өңменімнен өтті. Әдірам қалау, қызғаныш сенің не теңің? Алтын босағамды таптатып, ақ төсегімді бұлғата алмаймын. Бай болып жарытып жүргендей сонша неге бұлданасың ей? Сол ит неге сүмеңдеп үйімнен шықпай кетті? Әнеу күні қойшыларды аралап кеткенімде іздеп келіпті. Қолынан сыбаға жепті. Енді бүгін сүтке тойған мысықша мұртынан күлемеу, мажықтырамау, әтәңі нәлет, күміс тіс. Жаманды жақсылы бастығың емес пе? Сыбаға берсем, саран жақсы қарасын дегенім. Сыбағаңды білем сенің, ішім ұлып сала берді. Расында, мал қайырып жүргенімде, күміспектім шалбарының балағыршып алып, осы үйге кіріп бара жатқанын көргем. Ұры иттей сүмеңдеу жаман еді. Яғымыз үйінде ғой деп ойлағам. Кірместен тайып тұрдым. Сол 100 шайыстан кейін яғымыз пен домалақ келіншектің тұзы жараспады. Түтіні тік шаншылып шықпады. Отбасында ұрыс керіс арылмаған адамның сыры белгілі. Арқасында ауыр жүк тұрғандай иімейіп, ыңыршықтайды, итірақтайды. Қабағын кір тұтады. Жағасы кірсіз ақ нейлон киюшеді. Жуылмаған соң тастапты. Кір көтергіш қоңыр көйлекке ауысты. Шалбары гармонға ұқсайды. Жұмысына ерте жөнеледі, кеш оралады. Қойшыларға қона жатып қайтады. Мұны шешем сезіпті. Жының жатық кетіпті ғой, ауырып жүрмісің? Жай әншейін. Домаланған келіншегің үстіме неге қарамайды? Жай әншейін. Шөп басын сындырмайтын директордың қатын емес шығар. Қарағайдай жігіттің тапқанын ішіп, салқын саяда отырып, несіне кергейді? Есік көрген демей, балалы қатын демей, қыздай ғып құда түсіп алып бердік. Ол жықылдақтың шашын жылайын мен. Жай әншейін, яғымыстан бөтен сөз шықпайды. Ренішінде, қуанышында ішіне жасырып үйренген. Осы мінезі яғымысты жол жиегінде жатқан тасқа ұқсатушы еді. Кәдүлгі тас. Жаңбыр шайып, жел мүжіп, суық сорып, күн қыздырып бетіне белгісін салған. Сыртекі көзге әлгі тас соның бәріне төзген секілді. Тіпті түсін бермеген дерсің, тас қалпы қалған. Әйтсе де, сол қораш, қожырмықтыға зер салып үмілген сайын, әлгі ойымның теріс екенін түсінем. Оның бетінен құмырсқа ізіндей уақыт әжімін көрем. Жауын тамшысының иісі, күн қызуы, қарсызы, ап-айқын сезіледі. Қазір күз болса да, тас жүзінен қыстауы білінеді. Қадалып қараған сайын, ешбір күш қарсы тұра алмаған. Нешеме ақылды жан амалын таппаған. Ақырет деген ақырғы сөзге, тажалға, сыр бермеген тас қана. Сол ғана ұзақ күрескен, қасар суды үйреткен. Ақырғы мезетке дейін езіліп мүжіліп кетпеуді, жоғалмауды, сыр бермеуді тастан үйренеді екенбіз. Ендеше сол мінезі яғымыстан табылады. Ауыл ортасындағы төбенің басынан яғымыз ұшырасты. Жанына келіп сәлемдескенше сезген жоқ. Көзі толы қызыл нұр. Шалқынданып батып бара жатқан күнге қарап ойланып отыр екен. Мен де еріксіз батысқа бұрылдым. Ауылдың бұл беті көзге ілігер тұлдыры жоқ мидай жазық болатын. Берде бозамық шаң білінеді. Қайтқан мадың сорабы бұл. Сосын көкте екені, көкжиекте екені белгісіз әлде бір ноқат көрінді. Боз торғай болғаны. Күн ерген сармай секілді көкжиекке сіңіп барады. Яғымыстың жанары осы мезет кішкентай күнге ұқсады. Жарығы таусылып, батып бара жатқан қызыл нұр ше, қызыл жас. Сол, ызғуыт өмірде жалғыздық деген дерттің болатынын бірінші рет сонда сездім. Әлгі қызыл жаста сол дерттің тұнбасы, тұзы, үлкендерге деген өкпе, тіпті күміс тісті күміспектің қиянаты, біздің әзіліміз, жәбіріміз, бәрі тұнып тұр. Жүрегім әлде бір жаманшылық сезгендей
езіле соқты. Далабай, күннің бетінде де өмір бар, білем, деді ол. Жауап беруге батпадым. Бірдеме десем-ақ, яғымыз күн батқан жаққа кетіп қалатындай көрінді. Егер ол шынымен кетіп қалса, кімді ермек етпекпіз, кімге күлмекпіз? Үй-үйді аралап, кім хабар таратады, кім көшені шаңдатады? Кешкі көлеңке ғана қалады ғой, сол көлеңкеге ілесіп бүкшеңдеген күміспек қалады, күміс тістер қалады. Ертесіне әкемнің сөзінен шошып ояндым. Әттес-ай, яғымыз әлгі күлегешімен ажырасып кетіпті. Бетпақ неме аядай үйді тартып алып, яғымызды қуып шығыпты. Яғымызды домалақ келіншекпен енді қайтып көңіл жарастыра алмасын білдім. Сынған тастың бүтінделмесін, кешегі жалқын күннің қайыра оралмасын білдім. Иісі жұпар әдемі әңгелекті енді қайтып татпасымды сездім. Сосын жастықты құшып ұзақ жыладым.